бүгінгі сабағымызда сіздерменен жазу һәм оның тарихы хақындағы мағлұматларға тоқтап өтеміз. Ең дәсіп адамзат жазу тарихында қандай жазулар болғаны хақында айтып өтеміз сіздерге. Демек, адамзат жазу тарихында өзі 4 жазу болған. Ең дәсіпкі жазу бұл пиктографиялық жазу деп аталады. Пиктус сөзі латынша сурет мәнісін береді. Адамдар өздерінің пікірлерін екінші бір ұзақ аралыққа жеткеру мақсатында олар тастарға, ағаштарға яки болмаса хайуан терілеріне әрқилы суретлерді салу арқылы бір-бірімен пікір алысқан. Демек, осы суретлер жазудың қалдықтарын біз қазіргі күнде ұшыратсақ да болады. Мәселен, біздер сауда шағыптарына барған уақытымызда сол нәрсенің яки болмаса сол бұйымның сатылатын орнын олар суретлер арқылы біздерге жеткеріп береді. Яки болмаса ауқатлану орынлары болмаса шаш дәрісханалар, аяқ киім ұстаханалары, бұлардың әрмесінің сыртындағы суретлер жазу болмаса да біздерге сол жерде осы товарлардың яки болмаса сол орынның қызмет көрсету орнының жайласқаны хақында мағлұматты береді. Бұнан кейінгі екінші жазу пайда болады, яғни суретлер ойласа келе белгілі бір түсініктердің мәнісін аңлата бастайды. Бұл екінші жазу идеографиялық жазу деп аталады. Демек, идея сөзі грекше бұл түсінік деген мәнін береді. Идеографиялық жазудың қалдықтары қазіргі күнде светофор шырақларында, араб цифраларында, сондай-ақ жол белгілерінде ұшырасады. Ол арадан неше әсір өтсе де бүгінгі күнімізге жетіп келген. Енді үшінші жазу бұл болық жазу деп аталады, яғни бұл жерде тілдің сезілік тарапіне ітібар қаратыла бастайды. Демек, сезілік жазудың ең дәсіпкі көрінісі сипатында Қытай иероглифі тикарында пайда болған болық жазуды мысал етіп келтіреміз. Мұнда әрбір иероглиф бір буынды білдіреді. Яғни әрбір салынған сол нелер иероглифтер буын болып есептелінеді. Мәселен, бала деген сөзді не қылатын болсақ, жазатын болсақ, 2 иероглиф салуымыз керек. Және де иероглиф жазуының несі тикарға өзгешелігі, бұлар жоғарыдан төменге қарай жазылады һәмде оқылады. Қазіргі күнде бұл жазу, яғни булық жазу Қытай иероглифі тикарында Корея, Япония һәмде Қытай мемлекеттерінде бүгінгі күнге шейін жұмсалып келеді. Мұндан кейінгі төртінші жазу бұл ең жетілген жазу болып есептелінеді. Бұл жазу сезілік жазу деп айтылады. Біздің қазіргі күнде пайдаланып жүрген жазуымыз осы сезілік жазу есептелінеді. Сезілік жазуда әрбір сез өз алдына бір графикалық таңбамен таңбаланады һәм олар мәні айырмашылық қасиетке ие болады. Бұл ең жетілген жазу болып есептелінеді. Сезілік жазу пайда болғаннан кейін әрбір мемлекет өзінің әліппесін іздеп шыққан. Демек, ең дәсіпкі сол әліппелер бұлар грек һәмде ескі славян мемлекеттерінде пайда болған. Демек, алфавит сөзі альфа һәмде бета деген екі сестің бірікпесінен пайда болған, ал азбука сөзі болса аз һәмде буки сөзінің бірікпесінен пайда болған сөз болып есептелінеді. Ал біздің неміздегі тіліміздегі әліппе сөзі бұл араб тіліндегі әліп һәмде бе деген сестердің бірікпесінен пайда болған болып есептелінеді. Қазіргі қарақалпақ тілінде демек 34 сес бар. Қарақалпақ әліппесіндегі осы 34 сес әрбірі өз алдына бір графикалық таңбамен таңбаланады. Бұл сол ең жетілген сезілік жазудың тикарға бір үлгілерінен есептелінеді. Демек, біз сіздерге жазудың тарихы хақында мағлұмат бердік. Меніңше тема түсінікті болды деп есептаймын. Диққатларыңыз үшін рахмет.